Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде отырар деп аталатын Фараб қаласында дүниеге келген. Әл-Фарабидің толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлағ ибн Тархан әл-Фараби. Әбу Насыр әл-Фараби бала күнінен ғылымға үйір болып өсті. Оның бақытына қарай сол заманда отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйреніп, осы тілдерде ғылыми трактаттар оқыды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған соң, ол өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа аттанады. Оның дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. Бағдатта ол ғылым мен әртүрлі пәндерді оқыды. Білімге деген құштарлығының арқасында сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шәш, Самарқан, Бұқара, Мерв, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен болған. Шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысып, олардан тәлім-тәрбие алды. Әл-Фараби түркі ойшылдарының ең атақтысы, мәшһүрі, әлемнің екінші ұстазы атанған ғұлама. Оның дүниетанымы екі әлемнің көшпелілер мен отырықшылар өркениетінің және шығыс пен грек-рим мәдениетінің өзара байланыстарының нәтижесі еді. Ол өз заманының әлеуметтік саяси көзқарастарын, тіл мәдениетін, философиялық гуманитарлық, философия, логика, этика, эстетика, саясат, социология, лингвистика, поэзия, шешендік өнер, музыка және жаратылыстану, астрономия, астрология, физика, химия, география, космология, математика, медицина ғылымдары салаларын терең меңгеріп, осы бағыттарда өзі де құнды ғылыми жаңалықтар ашып, 150-ге тарта трактат жазып қалдырған. Оның кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындарының көзқарасы, мәселелердің түп мазмұны, ғалымдардың шығуы, бақытқа жету, азаматтық саясат, мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері сияқты еңбектері жарыққа шыққан. Бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қарым-қатынастары туралы заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар айтылған. Ол өз шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе Аристотельдің еңбектеріне талдау жасап, Аристотельдің категориялар, метафизика, риторика, поэтика, бірінші және екінші аналитика, топика еңбектеріне түсіндірмелер жазған. Әбу Насыр әл-Фараби тек түркі халқы ғана емес, бүкіл ислам өркениетінің мақтанышы, аты әлемге жайылған ғұлама. Қадірменді тыңдарман, біздің келесі шығарылымымызда сіздерге Ясиннің қасиетімен аман қалған әскер атты әңгімені назарларыңызға ұсынатын боламыз. Біздің видеоларымыз аптасына 4 рет дүйсенбі, сәрсенбі, жұма және жексенбі күндері таңғы сағат 7:00-де шығатынын естеріңізге саламыз. Бізбен бірге болыңыз.